қаншама адам көз жұмуда, бірақтан оны жасыруда. Әрине бәрі де тек қана сол істерге байланысты. Білесің бе, қазіргі кезде бәрі де көтерілді, ашуға келіп. Өйткені мына менде Америкада. Oh my Georgie, rest in peace. Осы адамды тұншықтары өлтірді, желкесінен аяғымен басып қалды. Білесің бе, желкесінен аяғымен басып алды. Бәрі де өздерінше ақылды санайды өздерін. Қарапайым ғана адамды неліктен дәл солай іске апарды, мен де түсінбедім әлі. Қарапайым өзінің нанын алып жегісі келген дүкенге барған адам неліктен дәл осындай ажалға, дәл осындай күйге ұшырады, түсінбедім. Сонда дүниеде бәрі дәл осындай ма? Бәрі де көреді әлі де өздері ауырады. Білесің бе, қазіргі кезде бум Американы жаулап барады. Бүкіл адам көтерілді. Расизм, нацистің қаншама тірліктерін шешіп бергісі келе береді, түсінбедім. Сонда сен өзіңді өзің жаман күйге түсіргің келеді ме, әлде жоқ? Ойлайсың ба, мен сондай адамдарды жек көремін болды, ондай адамдарға жоламаймын болды. Жоқ, керегі жоқ, барлық адамдар менен татулы өмір сүр, керек емес бәрі де. Барлық адаммен татулы өмір сүр, бәрі де сенің кеудеңдегі жүректе. Rest in peace, Georgie. Қиналуда бәрі де, ашуланды бұл дүниеде. Бәрі де әділетсіз болып бара жатыр. Бала шағалар, үлкен адамдар барлығы да қорқып қалды бәріне. Өмір өзгеруде, ешнәрсе қызық емес болып қалды бізге. Білесің бе, адамдардың бәрі өздері қорқытуда, ауыртуда. Түсінбедім әлі де мен бұл дүниенің қиындығының бәрі де өздері болып кеткен қазіргі әлемде. Сені келіп ойлайтын ешкім жоқ, білесің бе, бәрі де кетті, бәрі де қалды. Бәрі де бос сөз, әңгімелерге пайда болады. Ешкімде ешнәрсе айта алмай сені қинайды. Сонда да сен солардың сөзіне мән бермеуге тырысасың. Бірақтан болмайды бәрі де. Сондықтан қазіргі уақытта өзіңді өзің ұста. Керек емес болмайтын әңгімеге салынудың. Менің есемім Tupac. Something where innocent people get hurt. Nothing I ever say is meant to be like a end all, let's go do it right now. Nothing. Everything I ever say, and if any, this is so we can set it clear, anything I ever say as it pertains to my peers and being strapped is only in self-defense. You know what I'm saying? Because right now where I'm at, the world is harsh. And I just don't got no beautiful stories. You know what I'm saying? I'm going to just be getting them ready. Because that's why I think I messed up. If somebody would have grabbed me, pulled me to the side and been like, look, Tupac, as soon as you step out here, they're going to be at you. If somebody would have explained it to me, I wouldn't have took the same mistakes. But I made those mistakes. And that was my job to stop somebody else from making those same mistakes. To lay it out. To lay out the real map on the world and how it is.